Риддерде жаңа жылдық мерекелерге даярлық қызу жүруде. Риддерде жаңа жылдық мерекелерге даярлық тиянақты жүргізіліп жатыр. Және ол таңғаларлық емес, өйткені нақ біздің қаламызда, еліміздің шығысында бірінші болып жаңа жылды мерекелеуге бастау беріледі. Ол 19 желтоқсан күні болады. Жаңа жыл қарсаңында ең ауқымды оқиғалардың бірі болатын Риддерде басталатын Аяз ата Ақшақар 2024 республикалық фестивалі. Бұл көлемді оқиға қала тұрғындары мен қонақтарының бастарын қосып, нағыз қысқы мерекенің атмосферасын сыйлайтын болады. У нас в городе Риддер полным ходом идет приготовление. Риддерде жаңа жылға дайындық қызу жүріп жатыр. Өйткені биыл жаңа жылды мерекелеу біздің қаламыздан басталады. 19 желтоқсанда Қазақстан бойынша Аяз ата Ақшақар акциясының ашылуы жоспарлануда. Және бұл акция нақ Риддерден басталады. Біздің қаламызға облысымыздың барлық аудандарынан, қалаларынан 100-ден астам ақшақарлар мен аяз аталар келеді. 19 желтоқсанда олар Олимпиадалық резерв мектебіндегі таудан салтанатты түрде түседі. Одан кейін сағат 2-де орталық алаңда аяз аталар мен ақшақарлардың ауқымды шеруі өтіп, ауқымды концерттік бағдарлама қойылады. Сағат 16:00-де шыршамызды жағамыз. Жаңа жылдың жақындағаны көшелер мен орталық алаңның мерекелік безендірілуінің арқасында сезіледі. Ол жерге бас символды жасыл сұлуды безендіріп орнатып қойды. Ағымдағы жылы қалалық бюджеттен республика алаңының мерекелік безендірілуіне, оның ішінде жарық композицияларына және фото аймақтарды орнатуға, балаларға арналған үлкен қарлы таушықтың құрылысына қаржы бөлінді. Барлығы жаңа жылдың қарсаңында Риддерде мереке мен сиқыр атмосферасына баурап әкететін 185 түрлі шаралар өткізілетін болады. Мектептер мен балабақшаларда тәрбиеленушілер мен оқушыларға, олардың ата-аналарына жаңа жылдық таңертеңгіліктер, суреттердің көрмелері, флешмобтар, мастер-класстар және спорттық шаралар өткізіледі. У нас в городе к Новому году будет проводиться 180. Қаламызда жаңа жылға қарсы 185 шаралар өткізіледі. Ол шаралар мектептерде, балабақшаларда, мәдениет сарайында және орталық алаңда өтетін болады. Барша тұрғындарымызды жаңа жылдық мерекелерге қатысуға шақырамыз. Сонымен қатар қазір ғимараттардың, көшелердің, орталық алаңның жаңа жылдық безендірілуіне аса назар бөлінуде. 20-нан 23 желтоқсан аралығында мәдениет сарайының фойесінде Казцинк компаниясының атынан жаңа жылдық таңертеңгіліктер өтетін болады. Ал 24 күні мәдениет сарайында әкімнің шыршасы өтеді. 22 желтоқсанда әкімдіктің қолдауында Риддердің кәсіпкерлері мен джиперлары ураганные покатушки лесной братвы көңілді шарасын өткізуді жоспарлап отыр. Таңғы сағат 11-де совхоз ауданында мотокросс трассасында джиптар мен қар көліктерінің жүруі, таза ауадағы көңілді ойындар және барлық балаларға аяз атаның сыйлықтарының берілуі ұйымдастырылады. Жаңа жыл жылдың ең сиқырлы уақыты. Оны бірге және көңілді өткізейік.